Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен біргелікте квал-тесттен келген тапсырмаларды, есептерді талдайтын боламыз. Соның бір нұсқасын аламыз. Сол бір нұсқасының бірінші есептен 15-ші есепке дейінгі есепті талдайтын боламыз бірінші. Келесі видеоларда ары қарай қалғанын талдай береміз. Егер видеоның соңына дейін қараңыздар, сендер біргелікте қызықты есепті шығаратын боламыз. Және лайк басып отырыңыздар, пікір жазып отырыңыздар, және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Басқа да әріптестерге таратуды ұмытпаңыздар. Кеттік, біз бірінші еземіз. Шарға қыры екі түбірасында үшке тең куб іштей сызылған. Осы шардың көлемі дейді. Демек, бізде мына куб бар. Енді қазір қолдан келгенше сызу әрекет жасаймын. Мына куб барлық қырлар тең болған мінекей. Енді сәл ұқсады. Енді барлық қырлар екі түбірасында үшке тең. Енді диагонал жүретін болсақ бізде соның жартысы бізде радиус бермей ме? Шар радиусы. Сырттай жасалған шеңбері. Шар радиусы. Кубқа сырттай жасалған шар радиусы. Демек, бұның не болады? Ол диагонал жартысы алады. Диагонал деген сол А түбірасында үшке тең міне. А түбірасында соның жартысы бізде не? Шар радиусын береді. Осыны табамыз. Міне орнына қоя берейін. Бізде А дегеніміз мына дейді ғой міне. А екі түбірасында үшке тең міне айтып қойдым белгіленде. А. Екі түбірасында 3 көбейтілген түбірасында 3 бөлімде 2 бар. Екілі қысап кетеді. Сонда түбірас 3-ке тең болады. Демек шар радиусы не болды бізде? 3-ке тең болады міне, 3-ке тең. Енді шар көлемі формула бойынша 3-тен 4 пи r куб еді бізде формула бойынша. Демек 3-тен 4-ті көбейтеміз, 3-тің кубына көбейтеміз пиге. Мына қысқартып мына 1 квадраты қалады 3-тің. Демек 4 көбейтіп 9 болады, пи 36 пи деген жауап шығады. Міне жауабы С вариант болады. Келесі, функция минимум нүктесі. Енді бұл жерде бірінші түрлендіріп алайық. Fx тең болады 11x тұра берсін. Мұна дәрежені алдынан шығарып береміз. Логарифм 11 ln не болады? Жақша ішінде x плюс 4 минус 3-ке. Енді бұл жерде шарт болады. Енді x үлкен болу барлық уақытта минус 4-тен деген сөз. Осы енді анықталу болса бұл жерде. Жақсы, осын туындаламыз. Біз туындымыз шығарамыз ол жерде. Минимум нүктесі табу үшін туындаламыз. 11x туындысы 11-ге тең. Азайтылу 11. Көбейтілген мына ln мына туындысы 1 бөлінген x4. X плюс 4 болады. 3-ні 9-ге тең. Осы 0-ге теңіміз. Мұны білеміз ережесін. 1 бөлінген x плюс 4. Тең болады 0-ге. Енді 11-ге қысқартып жібереміз. Енді сонда 1 алынған 1 бөлінген x плюс 4 тең болады 0-ге. Бұдан 1 бөлінген x плюс 4 тең 1-ге. Енді бұл жерде шарт бар енді. X тең емес 0. Мұна ғана кіреді ғой бәрі. Бұл жерде x плюс 4 тең болады 1-ге. X тең болады минус 3-ке. Міне минус нүктесі. Бірақ нүкте болады өзінен. Басқа нүктесі жоқ. Енді сызып қажет жоқ. Осы тоқтатық болады. Демек жауап минус 3 болады. Енді арға шығару қажет жоқ. Себебі нүкте біреуде бұл жерде. Екеу болса, онда интервал сызып арқылы максимум табуға болады деген сияқты шығару болады. Келесі. Мына теңдеудің комплекс сандар жиында шешіңіздер дейді. Демек, белгілен жазып берген x4 дәреже плюс x квадрат плюс 1 тең болады 0-ге. Енді формула бойынша бізде мына бар міне. Тікелей жазып бере берейін. X квадрат минус x плюс 1. Мінекей. Бірінші ақшаның ішінде x квадрат, екінші ақшаның ішінде мына болады плюс 1. Бір-біріне түйіндес деген сияқты. Енді қараңыздар. Осы жақшан ашсақ бізге мынаны береді, құрметті әріптестер, мынаны. Енді көбейту 0-ге тең болса, біз не істейміз? Әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңейміз, оны білеміз бәріміз. Дискриминант табамыз, минус 1 квадрат 1-ге тең, ал 4 болады, одан минус 3 шығады. Бұл дегеніміз тұбырасында 3i-дің квадраты деген сияқты мына 3. Дәл сол сияқты міне x1 плюс 1 болады, тұбырасында 3i болады, бөлімде 2. Енді 2 жеңдегі ажыратып жіберейік. Себебі жауабында ажыратып жазылған ғой, 2-ден 1 азайтылған, тұбырасында 3i бөлінген 2. x2 1 қосу тұбырасында 3i бөлімде 2. Мұны да осы ажырап жазған болады. Мінекей. Плюс тұбырасында 3i бөлінген 2 мінекей. Бұл біріншісі міне. Мына бірінші кетті. Ортаны сызамыз. Енді екіншісі. Енді плюс x квадрат плюс 2 плюс 1 тең болады 0-ге. Бұдан дискриминант тапсам бәрі бұдан минус 3 шығады. Қалай шығарсаңыз бұл дегенде бұл тағы да осындай турасында 3i соның квадратын береді. Демек, тағы да шығарып минус 1 болады бұл жерде. Турасында 3i бөлімінде
Не бұл жерде? Да, бөлім 2 болады. Да, минус шыға жіберсең, бөлімді 2-ден 1 плюс тұбырасында 3i бөлінген 2. x2 минус 1 плюс тұбырасында 3 болады, i бөлінген 2. 3-шін құрметті әріптестерім жерде. Да, минус шыға жіберсеңіздер, сонда жақсан үшін 2-ден 1 азайтылған тұбырасында 3i бөлінген 2. Енді бұл жерде мына жауап келіп тұр балалар, плюс минус болып келіп тұрғаны. Барлығын біріктірген кезде осы жауап келеді. Басқа жауап дұрыс келмейді, тұбырас 3-тік біреуінде ғана бар. Келесі, барлық қырлар бірге тең болатын дұрыс 8 бұрышты призманың толық бетін ауданын сұрап жатыр. Енді бұл жерде қабырғасы бірге тең болады, және биіктігі де бірге тең деген сияқты. Енді сызбаны табан сызаймын жерде, табан сызаймын жерде. Так, бұлай. Енді призмасы сызу қиындау болады, енді бірақ осылай сегіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек 8 қабырғасы бар. Да, бізден призманың толық бетін ауданы. Бізді формуланы жазып жіберейік. S толық бетін ауданы таба. 2 табаны болады. 2 табаны S табан. Так, қосамыз S баба. Bir бетін ауданына. Енді S bir бетін ауданы біз белгілі. Табан периметрін қосамыз, көбейтеміз биіктікке. Демек, табан периметрін барлық қырлар бірге тең, 8 болады. Биіктігі де 8 тең. Демек, не болды? Bir бетін ауданы не болды? S баба 8 тең. Мына 8 болды. Енді табан аудан табамыз. Табан ауданның формуласы. Біз bir бетін аудан тауып қойдық. S табан формуласы бойынша. Bir табан тапса ол 2 көбейтіп болса, 2 табанның формуласы ұзындық шығады. Жақсы, бұның формуласы бойынша 2-ден 1 табан периметрін көбейтеміз. Осы 8 бұрышқа іште сызылған шеңбер радиусын табамыз. R міне, кіші R. Міне осы формула табамыз. Біз ең алдымен не тауып аламыз? Радиус тауымыз керек, міне радиус. Радиус формуласы бойынша қазір мен сендерге көрсетемін. А бөлімінде 2 тангенс неше градус? 180 градус бөлімінде n дейді. N деген бізде n 8 деген. Мінеке. Так, орнына қойсақ, бізде табан қабырғасы бірге тең, 2 тұрады, көбейтілген. Ал мына тангенс неше градус болады? Мына 8 қойдың болсақ. Бұл болады 22,5 градус болады. 22,5 градус болады. Мінеке. Енді бұны қалай табамыз деген кезде біз тауып алады жеке. Тангенс 22,5 градус мінеке. Бұл формула бойынша міне бір азайтылған синус 45 градус. Жарты аргументі толық аргументі ауысу деген бар. Міне 45 градус бар. 22,5 көбейтсең 45 градус болады. Да, бұның барлық орнына қойып есептеген кезде барлығын есептеген мынау шығады. Тұбырасы 2 минус 1 деген болады. Мысалы 45 градус орнына қойып, оны жаңағыдай түрлендіріп, ақшандап келген кезде осы жауап шығады. Орнына қоямыз не? 2 көбейтілген жақша ішінде тұбырасында 2 минус 1 тең. Мына бөлік. Енді жалғасын жаққа жазамыз. Енді бөлшектің бөлім ирациялы алу үшін мына түйіндесін көбейтіп жіберемін. Сонда бөлшектің алымы не болды? Тұбырасы 2 плюс 1 болады, астында 2 мына жерде, мына түйіндесін плюсін көбейткен 2 алу 1 шығады деген сөз. Демек, тұбырасында 2 плюс 1 бөлінген 2. Мінеге таңы. Мынау кәдімгі не болды бізде? Шеңбердің радиусы іште сызылған. Шеңбер радиусы. Ал енді біз не жерге қоямыз? S табан. Біз әлі толық бетін жеткен жоқпыз әлі. 2-ден 1. Ал мынау жерде табан периметрі 8-ге тең болады. Көбейтеміз радиусыны. Тұбырасында 2 плюс 1 бөлімде 2 болады. Қысқартсақ мына 4 болады. 8 қалады 2 қалады жерде. Ол тең болады. 2 жақша ішінде тұбырасында 2 плюс 1 болады. Міне табан ауданы бұл. Табан ауданы. Ал енді біз жерге формула қоямыз не? Толық бетін ауданының формуласını қоядым боламыз. Таптық қой біз табан аудан. S таба деген толық бетін аудан. Мұны жерде 2 бар. Ол 2 табан болған 2 көбейтеміз. Табан аудан міне. 2 көбейтілген жақша ішінде тұбырасында 2 плюс 1 болады. Плюс 8-ге тең болды. 1 бетін аудан 8-ге тең болды. Плюс 8. Біз осы шығарсақ, біз не істейміз? Осы призманың толық бетін аудан табамыз. 8, құрметті әріптестер.
да 4 болады. Жақшыншы көйтіп 4-ті бір астында 2 плюс мына 4-ке 1-ді көбейтсек 4 болады. Қосу 8 тең. Да 4 пен 8 қосылып болу 12 болады. Плюс 4-ті бір астында 2 деген. Бұл жауап А вариантында бар міне. А вариантында. Міне осылай шығарамыз, құрметті әріптестер. Келесі тапсырмамыз. Бұл тапсырма өте оңай. Бұл жерде қараңыздар. Бұл жерде радиус бізде 2 тең. Көріп тұрмыз, 2 қадам ма? 2 тең міне. 2 тең. Енді бізде x нөлөй керек. X нөлөй дегеніміз міне тұртыны. 3 қағылы. 2 нөлөй табымыз. 2. Енді центр ғой мысалы, 2 қиылысқан. Мына нүктесі міне. О нүктесі сонда бізде 3-те 2 болып тұрған жоқ па? Сол айдалар міне. Бізде мына формула бар. Z минус жақша ішінде x нөлөй плюс y нөлөй i деген формулаға қойсаңдар, сол міне кіші болады радиустан деген. Міне осыған қойып шыққанда жауап шығады. Z минус мынау 3 болады. 3 плюс жерде y-іміз міне осы формула міне. Кіші мына 2 тең міне. Радиус 2 тең бізде. Жақшыны ашып бердім болсақ, минус 3 минус 2i. Кіші немеседен 2. Бұл жауап қай жауап келіп тұр бұл жерде? Бұл жауап В вариантын келіп тұр. Қателеспесем міне. Мінекей. Осы жауап келіп тұр. Негізі формула осы мына формула білсеңдер. Оңай. Келесі тапсырмаңыз. Параллелепипед. Табан қабырғалар 4 және 5 см ал арасындағы бұрыш 30 градус. Ұзындығы 6 см болатын бүйір қары табан жазықтығымен 60 градус бұрыш жасайды. Демек көлбеу параллелепипед болды бұл жерде. Параллелепипедті көлем сұрап жатыр. Енді бізде көлем деген кезде міндетті түрде S табан ауданы мен биіктігін көбейту деген болады. Барлық қатып қалған заңдылық ол. Табан ауданы. Егер пирамида болатын болса 3-тен 1 бөлігі болады. Дәл сол жақта айналу денелерде осындай табан ауданын биіктігін көбейтесіздер. Егер конус болатын болса, ол кезде 3-тен 1 бөлігі болады деген сияқты. Жақсы, енді біз табан ауданын тауып алайық. Бізде табандар 4 және 5 арасында бірінші градус дейді. 30 градус дейді. S табан табамыз. S табан. Ол параллелограмм. В синус альфа деген формула бар бізде. 4 көбейтілуі 5 синус 30 градус. Бұл 20 шығады мынадан. 20, 2-ден бір, соң жартысы 10 болады. Демек табан ауданы 10 болды бізде. 10-ға тең. Таптық. Енді бізге биіктік керек. Жақсы, енді біз сызбаны сызып кетірейін қазір міне. Енді тағы да былай сызамыз енді. Бізде көлбеу тұр ғой жерде. Бұлай көлбеу сияқты міне. Апа. Енді бізде биіктік керек бізге аш. Аш. Мына жаңа неше градус дейді? Табан жағын 60 градус дейді. 60 градус бізге аш. Бүйір қыр бізде берілген 6 см бүйір қыр. 40 болатын болса, бұлай келіп тұр ғой жерде. Бұлай жеткенде. Аш 6, мына жер 60 градус деген сияқты. Мына жер 30 градус болады сонда. Ол мына алтын жарысы болады, 30 градус қашықтығында 3 болады мына жер. Аш таба саламыз. Теорема бар ғой, 30 градус қашықтық әдеттің гипотенуза жарысы деген сияқты. Алтын жарысы 3 болады деген сияқты. Түбір астында алтын квадраты алынған 3-тің квадраты. Бұдан түбір асты 27 шығады. 3 түбір астында 3 болады. Міне. Енді орнына қоямыз мынаған. Көлем. Бізді табаны 10-ға тең көбейтеміз. Бізде биіктігі неге тең болды? 3 түбір астында 3 болды. Екеуін көбейтетін болсақ, 30 түбір астында 3 деген жауапты аламыз. Бұл вариант. Қайсы вариантта? Д вариант деген. Келесі тапсырма. Өрнектің мәні. Енді бұл жерде модульмен шығарасыздар, жалғасын жазатын болса тең. Модуль 3 алынған 2 түбір астында 3. Енді бұл жерде салыстырамыз. 3-тің квадраты бізде 9-ға тең, ал 2 түбір астында 3-тің квадраты ол не болады? 12 тең болады. Демек мынау үлкен. Соның үшін үлкен бірінші жазамыз. Міне осы жауап алса болады. Бұл жауап қайсында? 2 түбір астында 3. Вариантына бар екен. Келесі. Функцияның мәндері жиыны. Бірінші белгіні жазып алайын.
y тең минус x квадрат плюс x минус 2. Бұл жерде a минус 1-ге, v 1-ге, s минус 2. Бізде не формула бар? Егер a теріс сан ғой жерде, нөлден кіші міне. Теріс сан. Осындай болса, бізде минус шексіздіктен басталады формуламыз. 4a s минус v квадрат бөлінген 4a. Тік жақша болады. Демек, мұна жауаптар болмайды деген сөз. Демек, жауабымыз минус шексіздіктен басталады. Неге? Минус шексіздіктен басталады жауабы. Орнына қоямыз 4a. Мұна формула ғой. Мұна жерде формула ғой. 4a. a бізде минус 1-ге тең, s минус 2-ге тең, азайтамыз 1-дің квадраты v. Бөлінді 4 көбейту минус 1. Тең. Да, мұна минус плюс 8 болады, ә? 8 алу 1. Мұна жерде минус 4. Демек, жауабы минус 4-тен 7 деген болады. Бұл дегеніміз минус 1,75 деген, ә міне? Оны қойшыға олсақ. Демек, абын кеп тұрмын, міне, орнына қойып. Мұна жерге қоямыз, минус 1,75 қойған кезде, жауабы минус шексіздіктен, енді еу деп келеміз. Минус 1,75-ке дейінгі аралықта бар. Осы мәндер жиыны болады. Келесі тапсырмамыз. Айдын, Самат және Дарын кездесуге келісті. Олардың кездесуге келу ықтималдығы сәйкесінше 0,7, 0,6 және 0,8. Үшеуінің, екеуі немесе үшеуінің де кездесуге келу ықтималдығы қандай дейді. Жақсы, бірінші бір жазамыз. Неге? Да, ықтималдығы P1, бірінші 0,7. Ол келу ықтималдығы. Q1, ол 0,3 болады. Ол келмеу ықтималдығы ол. Мұна енді екеуін қосқанда бірді белгі керек қой енді. 0,7 қалғаны 0,3. Екінші P2, оның келу ықтималдығы 0,6. Ал келмеу ықтималдығы Q2 болады. Ол 0,4. Қосқанда бірді белгі керек та. Түсінікті болу үшін енді. Да, P3 0,8. Ол келу ықтималдығы болса, мұна Q3 келмеу ықтималдығы 0,2 деген сияқты. Енді бізде не формула бар? Так. Па дейміз ба? Та деп жазақшы мақұл. Да, бірінші мұна екеуі келеді деп алайықшы мұна. Бірінші мұна екеуі. P1 көбейту P2 екеуі. Үшінші келмейді. Мұна жазамыз. 0,3 плюс. Енді мұна екеуі келді ме? Енді 1,3 тарайғанда. P1 көбейту P3 екеуі келеді, ал ортада екінші келмейді деп айтайық. Білмейміз ғой. Q2 болады сонда. Келмеуіне Q2 жазамыз. Дәл сол сияқты P2, енді мұна екеуі келіп өтті бесек, P2, P3. Ал Q1 енді келмейді. Плюс, енді тағы бар мұна екеуі деген болдық. Енді үшеуінің де келу ықтималы, онан қосамыз. Ол үшеуінің көбейтісі болады. P1, P2 көбейту P2. Міне осы формула шығар, құрметті әріптестер. Екеуі келу ықтималы жазамыз да, үшіншінің келмеу ықтималы жазып қоямыз. Міне 1 мен 2 жаздық, 1 мен 3 жаздық, 2 мен 3 жаздық. Қалғанда міне келмеу. Да, орнына қоямыз. P1 бізде 0,7 көбейтілген 0,6 көбейту Q2 0,2 болады. Плюс, так, P1 0,7 көбейту P3 0,8 көбейтілген 0,4 Q2. Плюс, енді аңгелген. P2 бізде 0,6 көбейтілген 0,8 көбейту Q 0,3. Плюс, енді үшеуінігі 0,7 көбейту 0,6 көбейту 0,8. Міне осы жауапты шығаратын болсақ, біз сұраған нәрсені табамыз деген сияқты. Да, енді уақытты аттырмау үшін калькулятормен шығарайын, міне. Демек, мына екеуі 42, 0,184 бар, ә? Мына көбейтсек. Енді бойынша мына 56. Так, калькулятормен шығарайын. Демек, бізде 0,708, 0,8. Так, бұл не болады? 0,224 болады екен. Плюс келесі. Так, сонда да нақты болу үшін калькулятор шығарайын. 0,3. 0,144 болады. 0,144 деген. 144 деген. Қата айтып жібердім,
Да келесі 0,7 көбейтілген 0,6 көбейту 0,8. Ол 0,336 екен. Осыдан бәрі қосып шығамыз. Қосамыз 0,100,000,144 плюс 0,224 плюс 0,84 деген сияқты. Демек жауабы 0,788 деген болады. Бұл вариант Д вариант болады. Түсінікті болса, мен келесі тапсырма өтейін. Келесі интеграл мәні. Енді бұл да оңай емес, қиын емес, сондай. Жақсы. Мынау деген біздер не? Бір бөлінген синус квадрат білмей ме? Интеграл пи бөлі 4, жағы пи бөлінген 2. Бір бөлінген синус квадрат x dx болады. Бұл формула бойынша котангенс минус котангенс болады. X плюс, бұдан пи бөлінген 2-ні қоямыз, және пи бөлінген 4-ті қоямыз. Минус котангенс пи бөлі 2. Формулада мұна минуспен, формулада минус плюс көреді. Котангенс пи бөлі 4 болады. Бізде 0 кетің, мұны керегіміз. Мұнада 1 кетің болады. Немін жауап 1 деген жауап болады. Түсінді ол. Бұл енді оңай есептенеді. Келесі тапсырма. Бұл да оңай. X берілген сандан бәрін орнына қойып шығасыңдар, 0 шығу керек. 0 шығу керек. Демек бізде мұна жауап дұрыс келеді. Бізде мұна жауап келеді. Мұна жерге 2-ні қойып тұрсақ 6 болады. Мұна 3 деген мұна жерде 6 болады. 6 алып 0 кетің. Мұна жерде 5 қоямыз. 5 алып 5, ол да 0 кетің болады. Демек мұна жауап сол. X ергізеттердің орнына санда қойғанда жауабы 0 шығу керек. Оңай. Келесі. Мұна квадрат теңіздің шешіміне тиісті бүтін сандар саны. Енді бұл да қиын емес. Сонда да шығарып қояқ. X квадрат минус x минус 2 кіші 0-ден болады. Енді 0-лерін табатын болсақ бізде қоссаң 1, көбейтсең минус 2. Демек минус 1 мен 2. Демек бұл жерде x плюс 1 болады. X минус 2 деген сияқты. Кіші 0-ден. Сызамыз. Минус 1, 2. Интервал тәсіліп шығған кезде 2 жағы плюс бола берсе. Оң сан. Бізге теріс жағы керек міне. Бұл жерде бүтін сандар 0 деген бар, және 1 деген бар. Сол 2 ғана болады жауабы. Болады. Бүтін теңізді шешініп тиісті бүтін сандар саны сұрап жатыр, саны. Өзі сұрақ жоқ. Кейін кесеміз міне. Мынаны шығарайық. Қараңыздар. Ең алдымен біз бағыттаушы бектор табамыз. Бағыттаушы векторлар табамыз. Табымыз керек. Демек, P1 бізде формула бойынша былай жазылады. Бірінші, V1 көбейту S2 азайтылған V2 көбейтілген S1 нүкте тұр. Бірінші кетті. Енді S1 көбейту A2 минус S2 көбейту A1 нүкте тұр. Үшінші нүктеміз A1 көбейту V2 минус A2 көбейту V1. Міне осы. Ол деген мұна формула міне. Мұны алатын болсақ бізде қазір жазайын. Тыңдап жүр. Бізде A1 дегеніміз, мұны x алда коэффициент, ол 1-ге тең болады. V1 дегеніміз, мұны 2 міне. Минус 2, минус 2. S1 дегеніміз, ол мұны жерде Z-тің коэффициент жоқ, 0-ге тең болады S1. Келесі A2, мұны жерде x жоқ, коэффициент 0 болады. V2, жерде 3-ге тең міне. S2 дегеніміз не? Мұны Z-тің алдында коэффициент 1-ге тең болады. Міне осылар арқалы біз не істейміз? Міне, мына орнына қойып, мына тауып аламыз, тең. Жақсы ішінде. V1 S2. V1 S2 мінеге. Минус 2-ні көбейтемін 1-ге азайтылған. V2 S1. V2 мына 3 пен 0-ді көбейтемін. 3 көбейт 0. Нүкте тұр. Келесі S1 A2. S1 бізде 0-ге тең, A2 0-ге тең болады. Минус S2 A1. S2 бізде 1-ге тең, A1 ол да 1-ге тең болады. Нүкте тұр. Келесі міне A1 V2. A1 бізде 1-ге тең, V2 дегеніміз 3-ге тең болады. Азайтылған A2 дегеніміз 0 болады. V1-іміз
минус 2 деген болады. Көбейту. Минус 2. Тең. Так, мына нөл көтерді, мына керегі жоқ. Мына нөлдер сызып тастаймын, мына нөлдер. Қалғанын есептейміз. Минус 2 және мына минус 1 болады ортада. Үшіншісі 3 болады. Міне бағыттаушы мына P1. Минус 2, минус 1 және 3 деген болады. Енді P-ді вектор табамыз. P вектор дегеніміз мынаның коэффициенттері міне. 2, 3, минус 1 болды. Енді біз синус не жазамыз? Фи формуласын. Да, бірінші скалар көбейтеміз мына екеуін. Бөлшектен алдына скалар көбейтеміз. Да, минус 2-ге мына екеуін көбейтеміз. Минус 2 көбейту 2 плюс мына жерде минус 1 көбейтілген 3. Осылай ол. Бірақ ол модуль ішінде болады, 3 плюс жеріне бар 3 көбейтілген минус 1 болады. Мінекей. Так, бөлімінде. Так, жеке квадраттаймыз. 4 плюс 1 плюс 3 9 болады. 3-тің болады. Дәл сол жақты 4 плюс 9 плюс 1. Мұның бәрін модуль табамыз. Квадратта қосамыз. Так, бөлшектің алдын есептейміз енді. Алдын есептейтін болсақ. Так, мынада минус 4, мына минус 4, минус 3, мына минус 3 бәрін қоссақ, минус 10 болады модуль ішінде. Бөлімінде мынада 14, тұбыраста мынада 14 болады. 2 тұбырасы 14-тен плюс 14 шығады деген сияқты. Так, модуль шығады 10 бөлінген 14 шығады. Мынада 14 шығады, құрметті әріптестер. Екеуінде тұбырасы 14 болады да. Бұдан не шығады? Қысқартсақ, асты 7, үсті 5 болады. 7-тен 5 деген вариант аласында. Сал қиындау екен, кішкене. Так, түсінікті болса, келесі салыстырмаға өтеймін. 3 бұрыштың озғаса тең қарсы жатқан қабырғасының ұзындығы 4-ге тең болса, онда 45 градусқа тең бұрышқа қарсы жатқан қабырғасының ұзындығы дейді. Енді ол синуса теоремасы ғой. Мінекей. Мына жерде 30 градуста болайық. Қарсы жатқан бұл 4-ге тең болады. Мына жерде 45 градуста болайық. Мына жерде неге тең дейді. Соны сұрап жатыр. X бөлінген синус 45 градус. Ол тең болады. 4 бөлінген синус. N. Синус қайтадан жазып берейін. Синус неше болады? 30 градус деген. Так, X тең 4 бөлінген мынау 2-ден 1 болады. Көбейтеміз. Тұбырасында 2 бөлінген 2 45 градуста. Мына 2-мен қысап кетеді. 4 тұбырасында 2 деген жауапты аламыз жерде. Бұл вариант С вариантта бар екен. Құрметті әріптестер, осы бүгінгі квалитесті аяқтаймыз. Қалған есептерді келесі видеоға жүктейміз. Егер видео ұнамаса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, және де каналға тіркелмеген болса тіркеліп қойыңыз, ұмытпаңыздар. Жақсы сау болыңыздар.